Баршаңызға сәлем, сіздермен Мадина. Бүгін біз сіздермен осындай карамельді, өте дәмді вареная сгущенка қосылған печенье дайындаймыз. Ол үшін таза ыдысымызға вареная сгущенкамызды аламыз, үстінен ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап екеуі біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Вареная сгущенкамыз осылай ыртық-ыртық болып тұрмауы қажет. Жақсылап араластырғанда осылай бірдей массаға енген кезде араластыруды тоқтатамыз. Үстінен шым-шым тұз қосамыз. Және де бір жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен тағы да жақсылап араластырып аламыз. Қанша мөлшерде қосу керектігі видео астындағы описание бөлімінде. Оның жарты бөлігін қосамыз. Оның үстінен қопсытқыш, яғни разрыхлителімізді қосып аламыз. Лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Өте дәмді болып шығатын печенье, сондықтан жасап көріңіздер. Жарты бөлігіне жақсылап араластырып алғаннан соң қалған ұнымызды саламыз үстінен. Қалған ұнды салып, қолдың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді кішкене бөліктен аламыз, шарик етіп, көз мөлшермен алсаңыздар болады. Осылай алып, қолдың көмегімен дөңгелетеміз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан осылай формаға жақсы енеді. Кішкене қолымызбен басып, осылай дөңгелекше етіп, ортасына жарты шай қасықтай вареная сгущенкамызды салып, ақырында барлық жерін біріктіреміз де, және де тағы да дөңгелек етіп, осылай қолдың көмегімен дөңгелектеп аламыз. Және де арахис, яғни жаңғағымызды езіп алып, бетіне осылай жапсыратын боламыз сәндік үшін. Барлық печеньелерімізді дәл осылай жасап шығамыз. Орташа көлемде шарик етіп жасаңыздар. Өте оңай, 10 минутта ғана дайын болатын печеньелердің бірі, әрі өте дәмді болып шығады. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Осы және осыдан басқа өте керемет, оңай жасалатын, тексерілген қазақша рецептерді жіберіп алмас үшін, жоғалтып алмас үшін менің арнама тіркеліп қойыңыз. Тіркелу үшін видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып, қасындағы қоңыраушаны басып, все дегенді таңдап қойсаңыздар, жаңа видео шыққанда сіздерге хабарлама барып тұратын болады. Егер осы видео рецепт сізге ұнаса, достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісуді де ұмытпаңыздар. Ол үшін поделиться батырмасын басып, WhatsApp желісінде бөлсеңіздер болады. Осылай қызып тұрған пешімізде печеньелерімізді 15-20 минут аралығында пісіріп аламыз. Сонымен біздің өте дәмді вареная сгущенка қосылған карамельный печеньелеріміз дайын болды. Міндетті түрде сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Суып қалғаннан соң қатып қалмайды, өз жұмсақтығын ұзақ сақтайды, жұмсақ болып шығады. Және де ортасында осылай вареная сгущенкасымен балаларыңызға жасап берсеңіз, бірден жеп қояры сөзсіз. Астарыңыз дәмді болсын, осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған Мадина.